Сәлем достар. Біз бүгін бауырлар деген сериал түсіреміз. Бірақ ресми түрде мен көзілдірікті ойлаған жоқпын. Ол мүлдем өзгеше болады. Ал кеттік. Ал кіріңдер. Келма кел, вот кел. Мен ала қойдым. Рахмет. Айша. Ал енді сендер қазір кілтті берем. Міне кілтті ала ғой, үлкенігім Амен. Сенің атың Қадыр ғой? Иә, Қадыр. Ал сенің атың же Омар. Менің атым Асия. Эмель. И жаным, тәттім. Ал енді осыны кішкене жинап шығу керек. Әлі алмайын десеңіздер, өздеріңіздер. Жоқ, ештеңе етпей жинап шығамыз ғой. Жарайды. Ал мен кетейін. Мына шетті жинап. Бірінші иесін кілтіп қойып. Ойыннан астында қалып қойған, ойыннан сыру керек. Бұл астында ештеңе де жоқ екен. Кілтті мына жаққа қойын. Бұнда жұмыс істеуге болатын сияқты. Аға, мен сізге бір нәрсе айтсам бола ма? Иә. Анаға айтқан бізге мана кірместен бұрын кешіктіріп төлеместен қайтеміз, енді кешіктіреміз. Амалымыз да жоқ. Менде бір жұмыс бәлесін жоқ, сабағым бар. Жоқ, ол үйде отыратын жұмыс. Қандай жұмыс? Мысалы, мен тігем, сосын Омар екеуміз сатамыз. Табылған ақыл, мен де басқа да жұмыс алайын. Мысалы, мен математикадан жақсымын. Математика екен. Жарайды, өздерің біліңдер, рахмет сендерге. Мен ойлап жатқан. Ал мен не істеймін? Ал сен үйде қуыршақ ойнап отыр, менде қуыршақ жоқ қой. Сенде қуыршақ жоқ па? Бар ғой. Жоқ менде. Қазір алып келем. Бұны мана сыртта маған кішкентай қызына бересің деп анаға айтасып кеткен. Күшті ғой, мен қуыршақ ойнаймын. Шоколадты өзім жеймін ба, или бөліп берейін ба? Маған да бөліп бер, маған да. Жарайды, өтірік айтам. Жарайды, онда ешкімге бөлмеймін. Тұтар қатып кеттік үшін сіздердің сорри. Тез істепсем бе деп ойлап едім, сіздердің көздерің сөйді. Қатып қалды. Телефоным қататын болған осы күндері. Ал енді біз... Кешіріңіздер, артық дыбыстар болса ағам ғой, ойнап жүрген балалар ғой. Мен заттарымды қояйын. Менде ойын алып кеттік. Мен жұмысыма барайын тезірек. Бүгінге кішкене сұранып кетіп едім, сол енді жарты ақша береді ғой күнделік. Екі қорапты алайық. Мен үлкен жақты жинайын, ал сен аяқты жинай бер. Мен қорқамын өзімін. Қасымда отырыңыздар біреуін. Неге мен сен қасымда отырмын? Туш сонда да қасымда отырыңыздар. Неге? Мен сен қасымда жинайын, осы жақта. Отырыңыздар сөйтінен. Жарайды, Асия, не болып бірінші мен жинап салай, ол отыр дейді, жарайды. Сосын сен жинарсың. Менікі бітті, мына үстке қоя тұр, сосын өзім лақтырып тіреймін.
Жоқ, сен мен лақтырайын. Жоқ, өзім лақтырам. Мына жерде тағы бір светчик бар ма? О, жақсы болды ғой. Түнде свет жаққанда керек, мынандайды тауып алдым. О, онда мында қоя тұр. Енді сен. Ал, ойнайық. Мен сыймай қалған сияқты ғой. Ой, менде орын қалған жоқ. Сенде орын қалды ма? Неге? Менікі сыймай қалды. Қалған. Ал мен лақтыр. Жоқ, сен баланың қасына бар. Жоқ, өзім лақтырамын. Ал кім лақтырсын? Мен лақтырам. Жоқ, болмайды. Мен лақтырып келейін. Жолай шаруам да бар еді. Онда барып кел. Ал біздің қоршақ ойнай берейік. Мен барын қайтарылдым. Сумканы тауып алдым. Сосын 25 мыңға ақшама осындай заттар алдым. Бұған 25 мыңға келмейді ғой. Түсіріп берді. Енді тікпейміз бе? Онда сені сабақатта тиге апарып тастайын ба? Я, мен сабақатта тиге барам. Ал кеттік. 30 минуттан соң. Мен келдім. Ой, мен көтере алмай жатырмын. Жоқ, мынаны ұстай бер, мына үстіне екеу бар, саған ауыр болады ғой. Жоқ, кел, мынаны ұстаймын мен. Жарайды, рахмет. Көп рахмет. Не деген мен біз әпкелісіз. Сен менің қарындасымсың, не деген мен? Дұрыс айтасың. Сонда да рахмет. Бұл сауал мен бастағаннен сенге араластырып жібердім. Көмектеседі ғой деген ой болған. Көмектескің келмесе, жоқ, көмектесем. Неге көмектеспеске? Неге істер алдым машинаман? Ақшам жетпей қалды, етікті түсіріп берді. Қолмен тігеміз деп, сосын қайшаны мына осындай заттарым. Жарайды онда. Сызғышпен өлсеп, екеуі істеуді бастап кетеді. Мен қайшаны болдым, Осыда болады. Он мата істеген соң. Көп мата істеді. Киім тіктік, ал енді осыны сатсақ жарайды. Ой, мынау да жақсы болды. Кеттік пе? Кеттік. Біз мынаны Эмельге береміз, бірақ бізге мынау керек қой. Мен Эмельге осындай фруктылар апарайын, сабақатта темен жер.